Қайырлы күн, құрметті көрермен, Казат Сучен өздеріңізбен қайта қауышқанымызға қуаныштымыз. Бүгін Сәкен Сейфуллиннің 130 жылдығына орай арнайы университетіміздің қазақ және орыс тілдері кафедрасының оқытушыларымен арнайы сұхбат алуға келіп қалдық. Сәлеметсіз бе? Бізге арнайы сұхбат беруге уақыт бөліп жатқанымызға бірінші алғыс айтамыз. Сұхбатымызды арнайы бірінші өзіңізбен танысудан бастасақ. Өзіңіздің аты жөніңізді, қандай қызмет атқарасыз, толықтай айта кетсеңіз. Жақсы, рахмет. Біздерге бет бұрып жатқандарыңызға, өзіміздің шәкірттеріміз осы университетте жақсы игі іс атқарып жатыр екенсіздер. Менің аты жөнім Тоқсанбаева Ешан деген қызы. Мен осы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің зерттеу университетінде, соның ішінде қазақ және орыс тілдері кафедрасының доцентімін, филология ғылымдарының кандидатымын. Осы гуманитарлық факультетке қарасты біздің факультетіміз, осы кафедрамыз, осы кафедрада жұмыс жасап, қызмет жасап жатырған жайымыз бар. Қанша уақыт болды осында жұмыс жасап? Біраз уақыт болды, енді 10 жылға жуық жұмыс жасап жатырмын жерге. Осы 10 жылдың ішінде университетте жаңағыдай жеткен жетістіктеріңіз болды ма? Әрине, енді еңбектің жеңбегі бар демекші, кез келген еңбек еткен адамның өзінің бір шығатын жаңағы межесі бар. Не болса да осы біздер өзіміздің қоғамда білім ордасында жүргеннен кейін біздер осы өзіміздің білім алушыларымызға, шәкірттерімізге тек қана білімді емес, ең бірінші айтады ғой, жалпы тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп біздің ұлы Әл-Фараби айтып кеткендей, бірінші біздер тәрбиені бірінші жолға қоямыз. Өйткені тәрбиелей отырып сосын біліммен сусындатсақ, ол нәрлі де болады, мазмұнды да болады, мағыналы болады деп ойлаймын. Сондықтан біз көптеген шараларды жасап жатырмыз деп ойлаймын. Енді әрине студенттерімізбен бірге бірлесе отырып, көбіне көп жаңағы қазіргі сабақта оқу процесіне байланысты айтып жатыр ғой, студент, білім алушы 70% қызмет жасау керек, яғни сөйлеу керек. Ал оқытушы, ұстаз 30% қызмет жасау керек. Бірақ бұл қызмет жасау бір-бірімен жаңағы қарым-қатынас кезінде, аудиторияда, ал шындығында көрінбей жатқан оқытушылардың, ұстаздардың қызметі мен айтар едім шам теңіз деп. Өйткені ол тек қана жаңа за кадрами деген сияқты бар ғой, за кадрдың ар жағында деген сияқты. Біздің қызметкерлердің еңбегі, олар тек қана сабақ берумен шектелмейді. Ғалым болғаннан кейін біздің университетіміз өзі зерттеу университеті деп бағытталып тұр ғой. Сондай статусқа ие болған, оқу орны болғаннан кейін келі шаңырақ үлкен, кеше ғана ашылған дүние емес, 65-67 жылға кетіп баратыр, енді аяғы асып барады. Енді ол Сәкен Сейфуллиннің атымен аталатын болғаннан кейін, Сәкен Сейфуллин үлкен тұлға ғой. Сол Сәкен Сейфуллинға лайықты біздер шәкірттерді, енді шәкірт дегенде бұлар мектептің оқушылары емес, үлкен оқу орнының студенттері, білім алушылары, сондықтан мамандықты алып атқан, яғни болашақта үлкен маман иелері, әртүрлі сала бойынша, әртүрлі бағыттар бойынша маман иелері болып шығады. Сондықтан олардың қоржынына тек қана мамандықтың жаңағы сыр сипатын, жаңағы қыр-сырын емес, сонымен қатар қоржынына біз креативті жастарды болуды, соған бағыттауды біз мақсат қойып отырмыз. Зерттеушілікке, заманымыз қазір қоғамымызда білесіздер ғой, жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Біздің стратегиямызда, бағытымызда біздің осы елімізді қалай гүлдендірсек, қоғамды қалай жандандырсақ, қайтып өмір сүру өзіміздің стилімізді, өмір сүру бағытымызды жаңағыдай озық елдердің қатарына қайтып қосыламыз деген сияқты үлкен мақсат тұр. Ол тек қана бір оқу орны емес, бүкіл жаңағы басшылықтан бастап болатын болса, тіпті ауылдың балалары болса да қазір осы үшін күресіп еңбек етіп жатыр деген ойдамын. Рахмет. Енді тақырыпты 130 жылдық, осы Сәкен Сейфуллиннің 130 жылдығына арналған мерейтойға аударсақ, осы мерейтойға байланысты қандай іс-шаралар атқарылып жатыр? Жаңағы жалпы Сәкен Сейфуллин дегенде енді шаралардың шегі жоқ.
бірақ жоспарланған дүниелер бар, нақты жоспарланған. Мына енді Сәкен Сейфуллин жай ғана тұлға емес, ол алаштанудың жаңа несіне кірген, құрамына. 3 бәйтерек дейміз ғой. Бізде 3 бәйтерек, 5 арыс деп жатамыз. 3 бәйтерек жай ағаш емес қой, бәйтерек деп тұр. Мына біздің бәйтерек деген жаңағы керемет қаланың ортасында тұрған монументіміз бар. Оның бәрі неге бәйтерек деп тұр? Үлкен, зор, биік деген нәрсе. Сондықтан Сәкен Сейфуллинде орны біз жалпы қазақ халқы үшін, қазақ жұрты үшін, қазақ тілі, әдебиеті үшін, соның ішінде біздің оқу орнымыз үшін өзіміздің атағы берілгеннен кейін бұл ерекше мәртебе. Енді биыл өзіңіз айтып отырғандай жалпы қалың жұртшылық біздің университетіміздің үлкен профессор жаңағы құрамы, ғылыми профессорлық құрам, мысалға профессор оқытушылар құрамы барлығы да биыл студенттеріміз осы Сәкен Сейфуллиннің 130 жылдық мерейтойына қарсаңында үлкен шаруаларды, жаңағыдай шараларды атқарып жатыр. Басталып кетті. Жыл басталмай тұрып басталып кетті деп айтсам артық айтпаспын. Өйткені біздің оқу орнымызда жалпы мына басқару жағында да, сонымен қатар тәрбиелік орталықтарымыз бар, саясат, жастар саясатымен байланысты отыратын жерлер бар. Олардың барлығы жоғары жақтан біздерге талай нәрселерді жоспар бойынша қойып, осы бағытта жұмыс жасауымызды көздеп отыр. Сонымен қатар біздер осы 130 жылдыққа байланысты жуырда ғана үлкен масштабта деп айтайын, үлкен халықаралық деңгейде. Бұрын бізде 4 жыл бойына біз қолға алғанбыз. Осы университетте қазақ тілі мен әдебиеті мамандық жоқ, бірақ басқа мамандықтардың барлығына біздер қазақ тілін үйретеміз, немесе орыс тілін үйретеміз. Өзге аудитория, өзге жұрт, өзге ұлт өкілдерінің аудиториясына. Сондықтан біздер тек қана тоқтап қоймай, соларға сабақ беру барысында, мысалға, осы кафедрамыздың ұжымы, профессорлар, оқытушылар құрамы, сол Сәкен Сейфуллиннің 130 жылдығына байланысты талай-талай шараны қолға алып, қазір бастап кетті. Соның бірі мінекей мүшәйра. Мүшәйра 4 жылдан бері республикалық деңгейде өткізіп келе жатырмыз. Сәкен Сейфуллиннің өзінің атымен аталады бұл мүшәйра. Енді биылғы өзгешелігі біз халықаралық деңгейде өткіздік. Өйткені халықаралық дегенде басқа жақын алыс шет елдердегі біздің өзіміздің қандастарымыз дейміз ғой, өзіміздің отандастарымыздан бөлек осы жергілікті Қазақстанда оқып білім алып жатқан бүкіл оқу орнынан қатысты десем қате айтпаған болар едім. Ол кәдімгі арнайы сайтқа, тіпті егеменді Қазақстанның сайтына да шықты. Арнайы жаңағы әділ қазылар алқасын шақырдық. Олар да жай адамдар емес, белгілі. Мысалға айтатын болсақ, енді биылғы 5-ші осы мүшәйрада біздер жаңа айтып отырмын ғой, жан-жақтан тіпті Өзбекстан, өзіміздің туыс түркі халықтар, Түркиядан да оқып жатқан өзіміздің жаңағы ұстаздарымыз, мәнбелді жаңағы немен жүрген, немесе сояқта қызмет жасап жатқан, сояқта студенттер, мына Ташкенттен, Қарақалпақстаннан, сосын қай жер бар, Моңғолиядан, Башқұрт елінен, Уфадан қатысқан студенттер болды. Өзіміздің қандас студенттер. Сонымен қатар тілектерін білдіріп жатқан қызметкерлер, профессор, оқытушылар құрамы осы ақжолтайларын айтып, ақ тілектерін білдіріп жатқан. Бұның өзі біз ойлаймыз, мына тек қана өзіміздің Қазақстан деңгейінде емес, мына университетімізде осындай шараның үлкен масштабта, үлкен шетелдік халықаралық деңгейге шығуының өзі бір үлкен мәртебе ғой деп ойлаймын. Міне соның нәтижесі міне кітабымыз қолымызда жинақ. Балалар дейтін өте талантты балалар өсіп келе жатқан өте көп. Біздер дәстүрге айналдырғанбыз. Әр жылда, мысалы, бұрын ұлы тұлғаларға тағзым деп айтып, республикалық деңгейде 19 жылы басталды өзі. 19 жылдан бері өткізіп келе жатыр. Тағы да ұлы дала үні деп, мысалға, мінекей 21 жылы шығарған мінекей жинағымыз. Осы көріңіздер ме? Кішкентай ғана емес, бірақ ішінде біздің жастарымыздың үні. Осында ұлы дала үні, ұлы дала Қазақстанымыздың үні осының ішінде. Міне биылғы шыққан жинақ мінекейді рухты елдің ұрпақтары деп өзім атын қойған болатын. Рухты елдің ұрпақтары, рухымыз биік қой біздің ата бабамыздың рухы. Соның жалғасы
іспеттес. Мынаның ішін ашып қалсаңыздар, әрбір жолда, мына өлең шумақтарда кәдімгі селт еткізбейтіндей дүние жоқ емес. Өйткені балалардың біздің қаншалықты білімді, қаншалықты қазір көзі ашық, көкірегі ояу, мына елім деп тұрған жүрегінің соғып тұрған соғысын байқаймыз, лебін байқаймыз, өмірге деген мына беталысын байқаймыз, былайша айтқанда. Міне сол үшін біз осы дүниелерді атқарып жатырмыз. Енді осы іс-шаралардың басында әрине бұлардың бәрін өткізе салу жай тек айтуға оңай болады, бірақ бұл жерде үлкен қолдау керек. Біздің оқу орнымыздың басқарма басшысы, ректор Қанат Маратұлы Тілеу бізге үлкен қолдау жасап отыр. Осы лай бағыттарға шығуға, материалдар жағынан қолдауға және ұйымдастыруға. Сонымен қатар бізде жастар орталық жастар комитеті бар. Үлкен бұл жағынан да осы басқарма басшысының орынбасары ретінде тәрбие бөлімінің басшысы біздерде Жәнеугүл Айтмамбетовна жаңағы қолдау көрсетіп отыр деп айтсақ артық кетпеспіз. Енді осындай шаралар, мінекей, бұл енді үлкен шарадан бастап отырмыз. Одан басқа да студенттердің арасында сабақтар өткізу, ашық сабақтар өткізу, балаларға осы Сәкен Сейфуллин кім? Қазіргі кезде қызық қой, енді қазіргі жаңа буындар кейде осы біздерде енді арнайы сол бағытқа арналмағандықтан біздің жаңағы бағытымыз, жаңағы білім беру бағдарламамыз қазақ тілі мен әдебиеті болмағандықтан біздер тілдерді үйрету ғой, практикалық тілді үйрету, кәсіби қазақ тілін үйрету бағытында көп, енді оған көп жаңа соға бермейді ғой, бірақ тәрбиелік бағытта адам ретінде қалыптастыруда, адамгершілікке бағыттауда, мына тілін, әдебиетін білу мақсатында, сонымен қатар тарихты білу мақсатында біз кімбіз, кімнің ұрпағымыз, кімдерден кейін біздің өтіп кеткен ата-бабамыз кім, одан кейінгі жаңағы ойшылдарымыз кімдер, жаңағы ұлы адамдар Абай секілді, содан кейін қайраткерлер, қоғам қайраткерлері, мен Сәкен Сейфуллин сияқты. Сәкен Сейфуллиннің өзі кім екенін университетке келгеннен мына табалдырықта аттағаннан бастап басқа жалпы біледі ғой, енді дегенмен олар міндетті түрде білуге, жаңағыда білуге қажет студенттерім. Сол үшін көптеген шара. Міне, енді осы бағытта үлкен тағы бір шара, енді әрине басшылықтың қолдауымен біздер енді кафедрадағы қызметкерлер, профессор, оқытушылар құрамы ұсыныс жасап, бірлесіп біздің кафедра басшысы Ардақ Шәкенқызы Тілеулесова сол кісінің қолдауымен, сол кісінің ұсынысымен біздер мына жалпы бірнеше ғалымдардың пікірі бірлесіп мына 130 жылдыққа байланысты үлкен ғылыми оқу әдістемелік орталық ашпақшы болып отырмыз. Оны біздер жаңағыдай үлкен біздің құзыреттілік орын ғылыми кеңес университетіміздің соған жібердік. Қазір талқылану үстінде, енді мақұлданып жатыр деп жақсы хабарларын естіп жатырмыз. Енді бекіту қалып тұр. Сол енді ойлаймын. Ол егер орталық ашылатын болса, осы біздің қабатымызда өзіміз жүретін бұл жерде үлкен дүниелер шығады ғой деген үміттеміз. Осындай үкілі үмітіміз бар. Мен ойлаймын, Сәкен Сейфуллин сияқты біздің ұлы деп айтпайын енді, несігетер үлкен кәдімгі бас әріппен жазылатын қаншама бізде мықты ақын жазушылар бар. Солардың қатарынан, солардың алдыңғыларының бірі ретінде Сәкен Сейфуллиннің жаңағы орны бөлек екендігін, және ол кісінің ісі мына елім, ұлтым деп өмірден өтті ғой. Халық үшін қанын қиған адамдар, жанын қиған адамдар. Мысалға, осындай жағдайда осындай Сәкен Сейфуллинді таныту біздің мақсатымыз, біздің парызымыз, былайша айтқанда. Кейінгі өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа, жастарымызға соны бойына сіңіру, осындай болып қалыптасуға үйрету біздің мақсатымыз деп ойлаймын. Сондықтан да ойлаймын енді игі істер атқарып жатыр. Бұдан басқа да әрбір факультетте, әрбір жаңағы мына студенттердің өмірі өтіп жатқан, өмірі жаңағы студенттік өмір ғой. Соның орталықтары бар өздерінің, студенттермен бірге жасайтын ғылыми орталықта бар, мына танымдық тәрбиелік орталықтар бар, өнер орталығы да бар. Бізде осылардың барлығы. Біздер әрине енді ең басты бізге салмақ түседі деп ойлаймын, өйткені біздер тіл әдебиеттің мамандарымыз. Осындай дүниелерді
жеткізу, осындай дүниелерді атқару, осындай дүниелердің басында біздер тұруымыз қажет қой деп біз өзіміз солай сезінеміз. Рахмет. Жақсы сұхбат болды. Уақыт бөлгеніңізге тағы да рахмет. Осымен сұхбатымызды аяқтайық. Сау болыңыздар. Рахмет. Анау мынаулар кетсін.